Бүгінгі түс жору шығарылымда зұлымдық жасаған адамды көру, және түсінде қиянат жасаған адамның кешірім сұрауын көрсеңіз мұсылманша түс жоруда қалай жорылады? Түсіңізде біреу сізді жамандап жатқанын армандадыңыз ба? Бұл арман армандаушының жағдайына және оның өмірінде не бастан кешіретініне байланысты өзгеретін көптеген коннотациялар мен мағыналарды қамтиды. Түсіндегі әділетсіздік өмірдегі тұрақсыздықты, отбасының бұзылуын немесе тіпті сәтсіздікті білдіруі мүмкін. Бір қызығы, арманның түсіндірмесі оны көрген адамға байланысты өзгереді. Сонда бұл мағыналар мен коннотациялар қандай? Бұл мақалада біз Ибн Сириннің және басқалардың айтуы бойынша көптеген аудармашылардың аяндары арқылы түсінде маған зұлымдық жасаған адамды көру түсінің интерпретациясы туралы білеміз. Түсімде маған зұлымдық жасаған адамды көру адамдардың жан дүниесінде алаңдаушылық пен шатасушылық тудыратын армандардың бірі, өйткені бұл өте қиын және азапты тәжірибені көрсетеді. Бұл арман көптеген аудармашылармен түсіндіріледі, бірақ көптеген интерпретациялар өмірдегі тұрақсыздыққа байланысты теріс мағыналарды көрсетеді және жұмыстан кетуге немесе отбасын бұзуға әкелуі мүмкін. Көптеген адамдар үнемі түс көреді, соның ішінде өзіне зұлымдық жасаған адамды көруді армандайды. Ұлы ғұлама Ибн Сирин түс көрудің бұл түрі туралы нақты пайым келтірген, өйткені түсінде түс көрушіге қиянат жасаған адамды көру ең танымал көріністердің қатарына жатады. Бұл көптеген алаңдаушылық пен шиеленіс тудырады. Ибн Сириннің айтуынша, түсінде түс көрушіге зұлымдық жасаған біреудің соққыға жығылғанын көру жауларды жеңіп, оларды жеңуді білдіреді. Сонымен қатар оның қиындықтарды жеңіп, табысқа жету қабілетінің көрсеткіші. Сондай-ақ Ибн Сирин егер түс көруші біреудің зұлымдыққа ұшырағанын көрсе, бұл оның өмірде жасаған дұрыс емес әрекеттері үшін ұшырауы мүмкін жазаны білдіреді деп көрсетеді. Жалпы, түсінде армандаушыға қиянат жасаған адамды көру, табысқа жетудің, жауларды жеңудің және жаман істерден аулақ болудың көрсеткіші. Түсімде маған зұлымдық жасаған адамды көру көптеген медитацияшылар үшін көптеген ойлар мен түсіндірмелерді алады, өйткені бұл түс жағдайлары мен нақты бөлшектеріне байланысты өзгеруі және өзгеруі мүмкін көптеген мағыналар мен белгілерді қамтиды. Бұл ер адам басынан өткеріп жатқан күйзеліс пен қаржылық қиындықтардың көрсеткіші болуы мүмкін, өйткені әділетсіздік оның жолындағы кедергілер мен қиын сынақтардың көрінісі болуы мүмкін. Сонымен қатар, арман қателік пен әділетсіздікке әкелуі мүмкін зиянды мінез құлық пен ойларды түзету қажеттілігін бейнелей алады. Екінші жағынан, арман әлеуметтік және отбасылық қарым-қатынастарды қайта қарау қажеттілігінің көрсеткіші болуы мүмкін. Егер түсінде оған зұлымдық жасаған адам оған жақын адамдардың бірін білдірсе, және аян бұл қарым-қатынастың болуы керек екенін көрсетуі мүмкін. Түзетілді және жөнделді. Ақыр соңында ер адам арманның мағынасын дәл түсінуі керек және түсін дұрыс талдау үшін осы салада мамандандырылған аудармашылармен кеңесу керек. Жүкті әйел түсінде өзіне зұлымдық жасаған адамды көруді армандаса, бұл оның жүктілік кезінде кездесетін қиындықтар мен проблемалардың бар екенін білдіреді. Бұл арман жүкті әйелдің шиеленісті және қарқынды психологиялық қысымды сезінетінін көрсетуі мүмкін. Бұл оның денсаулығына әсер етеді және ұрыққа зиянын тигізеді. Сонымен қатар, бұл арман оның өмірінде оған әділетсіздік пен қиянат жасайтын біреудің бар екенін көрсетуі мүмкін. Бұл оны әлсіз, сәтсіздікке ұшыратады және өзін және ұрығын шын мәнінде қорғай алмайды. Сондықтан, психологиялық қолдау мен шиеленісті және психологиялық қысымды жеңілдетуге бағытталған іс-шараларды алу арқылы, әсіресе жүктілік кезінде, бұл арманмен күресудің тиісті әдісі ұсынылады. Сондай-ақ тыныштық пен оптимизмді сақтау, және бұл арманның маңыздылығын және ол білдіретін хабарламалар мен коннотацияларды бағаламау маңызды. Үйленген әйел түсінде өзіне зұлымдық жасаған адамды көргенде, бұл оның отбасылық өмірінде болуы мүмкін жаман нәрсені білдіреді. Егер оған зұлымдық жасаған адам күйеуінен басқа біреу болса, бұл олардың ерлі-зайыптылар мен нашар қарым-қатынасынан өзін байытуға тырысатын біреудің бар екенін көрсетуі мүмкін. Егер оған зұлымдық жасаған адам оның күйеуі болса, бұл некелік қарым-қатынаста мәселе бар екенін көрсетуі мүмкін және ол бұл мәселені шешуге тырысып, мәселені шешу үшін қажетті шешімдерді іздеуі керек. Күйеуге шыққан әйел жәбірленушінің күліп тұрғанын көрсе, бұл оған зиян тигізгісі келген адамның оның істеген ісінен ләззат алатынын және оның отбасылық өмірін бұзуға тырысатынын білдіруі мүмкін. Ақырында, егер үйленген әйел түсінде әділетсіздікке ұшыраса, ол жағдайды мұқият талдап, бұл мәселені болдырмау және некелік өмірін сақтау үшін қажетті қадамдарды жасауы керек.
Жалғыз басты әйел түсінде өзіне зұлымдық жасаған адамды көргенде, бұл көрініс оның өмірінің алдағы кезеңінде басынан өткеруі мүмкін бақытсыз оқиғалардың болатынын көрсетеді, бірақ мәселе мұнымен шектелмейді. Түсінде оған зұлымдық жасаса, бұл Құдай оның жазасын өтейтінін білдіреді. Ол оның басынан өткен жаман оқиғаларға қарамастан өмірге шөлін қандырады. Түсінде маған зұлымдық жасаған адамды жалғыз әйел үшін көрудің түсіндірмесі тек жоғарыда айтылғандармен шектелмейді. Бірақ бұл түс жалғыз басты әйелге Алланың бұл дүниеде зұлымдық жасаған адамға өлімнен бұрын жаза беретінін еске салу қажеттігін көрсетуі мүмкін. Ақыретте ол әділетсіздікке ұшыраған қайғыдан құтылып, сеніміне қайта оралады. Жалғыз басты әйел Құдайдың қорғаушы және сыйлық беруші екенін білгенде, бұл оған сенімділік пен өмірге үміт сыйлайды. Түсінде залымды көріп, онымен сөйлесу, бізді алаңдатып, қорқыныш сезімін тудыратын алаңдатарлық түс. Кейде бұл арман сіз бен сізді ренжіткен адам арасындағы қарым-қатынастағы шиеленістің көрсеткіші болуы мүмкін, немесе бұл сізге зиян келтіруге тырысатын жаман тұлғаның болуын көрсетуі мүмкін. Екінші жағынан, арман жәбірлеушінің өз әрекетінің заңды себебі бар екенін, және оны шешу үшін сізбен сөйлесу керек екенін білдіруі мүмкін. Егер сіз түсінде жәбірленушімен сөйлесе алсаңыз, мәселені шешу үшін шын мәнінде осы адаммен сөйлесуге тырысуға болады. Тұтастай алғанда, біз бұл арманның себептерін және онымен оң көзқараспен күресу үшін қандай қадамдар жасау керектігін түсіну үшін арманды түсіндіруге және оның әкелетін хабарын талдауға уақыт бөлуіміз керек. Сайып келгенде, біз жетістікке жетіп, ертеңгі күнге жақсырақ жылжу үшін өмірде позитивті және стихиялы ойлауға дағдылануымыз керек. Көптеген адамдар екі жақын адам туралы армандайды, және бұл армандар әртүрлі мағынаға ие. Адам түсінде ата-анасын, бауырларын немесе туыстарын көреді, және олардың біреуінің тарапынан әділетсіздікке ұшырап жатқандай көрінеді. Туыстарының әділетсіздігі туралы арманын түсіндіре отырып, ол кейде отбасында болатын улы қарым-қатынасты көрсететінін біледі. Арман отбасы мүшелерінің арасында келіспеушіліктер мен қақтығыстар бар екенін және бір-бірінен әділетсіздікке ұшырайтынын көрсетуі мүмкін. Айта кету керек, туыстарының әділетсіздігі туралы арманы отбасылық қатынастарға қатты қанағаттанбаудың көрсеткіші болуы мүмкін. Сондықтан бұл сезімдердің нақты себептерін іздеп, отбасылық қарым-қатынастарды жақсартуға тырысу маңызды. Туыстарының әділетсіздігі туралы арманға сақтықпен қарау керек, және отбасылық жанжалдарды шешу үшін қажетті процедураларды орындау керек. Отбасылық шиеленісті азайту және жалпы отбасылық қарым-қатынастарды жақсарту үшін шешімдерге қол жеткізу үшін жұмыс істеу маңызды. Туыстарының әділетсіздігі туралы арманынан туындайтын жағымсыз сезімдер адамның өмір сүру сапасына теріс әсер етпеуі керек. Сондықтан ол қарым-қатынасты жақсартуға және оларды ең жақсы жолмен дамыту жолдарын іздеуге тырысуы керек. Осымен бүгінгі түс жору шығарылым аяқталды. Каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қазақша контенттің дамуына үлес қосайық. Келесі түс жору шығарылымдарда кездескенше.